Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі тақырыбымыз кеменің қатысуымен болатын эндшпильдер, немесе ойынның соңында кеменің қатысуымен болатын аяқталулар дейді. Бұл жерде ақтардың артық жауынгері бар. Егерде бұл жауынгердің белсенділігі артатын болса, қаралардың жағдайы қиын болады. Енді біз ақтарға мүмкіндік бермеуіміз керек. Бұл ережені кезінде Францияның атақты шахматисті Андре Франсуа Даникан Филидор ойлап тапқан еді. Шахмат теориясында Филидор ережесі деп сақталды. Бұл ереженің ең басты мақсаты: сіздер кемеңізді 6-шы қатарға қоясыз, алтыншы қатарға қоясыз. Және мына жауынгердің жылжығанын күтесіздер. Мысалы, жауынгер жылжиды, соң сіз былай H1-ге барасыздар. Ол былай жүрсе, шах, былай шах, былай шах, былай жүрсе, ол жауынгерге шабуыл жасайсыздар. Осының арқасында ойын тең түседі. Ал егер сіз бұл ережені білмейтін болсаңыздар, былай жүретін болсаңыздар, кеме D1 шах, онда ақ патша E6-ға кіреді. Енді мат қойып тұр. Сіздер мына жаққа қашуға тура келеді. Шах. Көрдіңіздер ме? Мына сіздердің патшаларыңыз аластатылды. Негізгі қимыл қозғалыстан аластатылып, сіздердің жағдайларыңыз қиын болады. Болашақта ол өзінің жауынгерін жылжытады. Кемені мына жақтан кіргізеді, және ақырындап мына жауынгер уәзірге айналады. Сол себепті бұндай жағдайларды болдырмау үшін және 6-шы қатарды күзету керек. Егерде сіз бұл 6-шы қатарды күзетпейтін болсаңыздар, ақ патша кіретін болса, онда жағдай өте қиын болады. Мысалы, мына жүрістің орнына былай жүрсеңіздер, онда ол да кіреді. Шах және жауынгер E6. Осымен жағдайымыз біздің өте қиын болады. Былай және патша D7. Енді мына жауынгердің алдында ешқандай кедергі болмайды. Байқадыңыздар ғой, 6-шы қатарды бақылаймыз және ақ патшаға кіруге мүмкіндік бермейміз. Жауынгер қимылдаған кезде төмен түсеміз. Төмен түскеннен кейін шақ. Ол шақтардан ақ патша құтыла алмайды. Осындай ереже бар. Бұл ереженің аты Андре Франсуа Даникан Филидор ережесі. Тура осы жағдайды кішкене сәл-пәл өзгертіп, ақ патшаны мына жерге қойып, былай қара патшаны D4-ке, жауынгерді E3-ке, және мынаны мына жаққа қойға болады. Бірақ ақтардың жүрсін. Былай өзгертіп, тура сол жағдай, бірақ енді ақтар қорғанады. Сіздер білесіздер, қаралар болған кезде сіздер 6-шы қатарға қоясыздар, ал ақтар болған кезде 3-ші қатарға қоясыздар. Кеме A3 деп жүресіздер, былай жүрген кезде төмен қарай түсесіздер. Ол жақындай, шах. Көрдіңіздер ғой, екеуінің арасындағы байланыс үзілді. Енді былай шабуыл жасап, мына жауынгердің мазасын аласыздар. Ал егер тағы да бір рет көрсетем, сіздер бұл жерде Филидор ережесін сақтанбайтын болсаңыздар, шах десеңіздер, онда патша E3, жағдайымыз біздің қиын болады. Шах және патша E2. Мына патша аластатылды, ары кетті, мына жауынгер болашақта уәзірге айналады. Былай жүретін болсаңыздар, әртүрлі. Былай жүретін болсаңыз, онда да патша E3, патшаның белсенділігі, сіздер білесіздер, ойынның соңында екі мәселе үнемі назарда болу керек. Патшаның белсенділігі және өтетін жауынгердің ширақ қимылдауы. Келесі мысал.
Мынандай мысал. Бұл жерде қарсыластың патшасы шеттетілді. Біз бір кемеге қарсы ақ патша, кеме және жауынгер үшеуміз мына кеменің мазасын аламыз. Патша 6 шах былай шабуыл жасады. Б6 патша Б3 патша А7 былай шабуыл жасады. Және жауынгерімізді алға қимылдатамыз. Енді ол күтеді. Былай қып күтеді. Бізді күтеді. Біз оған шах дейміз. Енді егер де сіздер былай шығатын болсаңыздар, ол шах дейді. Соң қайттан мына жаққа тығылуға тура келеді. Бұл жағдайдан шығу үшін сіздер көпір тәсілін пайдаланасыз. Немесе Лусена ережесі деп аталады. Кеме Б1, кеме Д4. Патша Е2 шыға бастаймыз. Патша С7 шах, патша Б6 шах, патша С6 шах, патша Б5 шах, және көпірді қоямыз. Кеме Б4. Бұл ереженің аты көпір деп аталады. Көпірді құру деп аталады. Көпірдің арқасында мына жауынгер емін-еркін уәзірге айналады. Және қоршаудан шығу тәсілі деп айтуға да болады. Лусена ережесі. Егерде кітаптарда бір жерден қарайтын болсаңыздар, көрсеңіздер болады. Келесі мысал, мынандай мысал. Көрдіңіздер ғой, мына жауынгер, мына патша өте белсенді, жауынгері жақсы. Бұлай жүретін болса, былай, біз былай кіреміз. Мына жерге қазір қарсыласқа мат қойғымыз келеді. Ол былай, шах, былай, шах, және жек қоюға мүмкіндік бар. Мына жауынгер өте пайдалы, өткені шах мүмкіндігі бар. Көрдіңіздер ғой. Жарайды. Видеоларыма лайк басып атқандарыңызға, пікір білдіріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Біз қолымыздан келгеннің бәрін істейміз. Сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар, жауап беруге тырысамыз. Жақсылықта кездесейік, каналға жазылыңыздар.